Ауыл Experience саяхатының қатысушылары болып, жеребе тастап, біздің баратын бағытымызды анықтап алдық. Және жол талғамайтын көліктермен саяхатқа қарай аттандық. Біз жеребе бойынша Үштөбеге қарай жол тарттық. Отанға сенем, халқыма сенем, айдыңдар менен ұрпаққа сәлем жеткізер түбі еліме байда қадымды менің ақсұңқар өлең. Саяхат барысында қатысушылармен жақыннан танысып, әдемі локацияларды көргенде дрон түсірілімдерін жасап алдық. Достар, біз дәл қазір Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Шанханай ауылында орналасқан Шоқан Уәлихановтың алтын емел музей үйіне келдік. Сіздерге қазір аралап, бізге экскурсия жүргізген апайдың үзік әңгімелерін ұсынатын боламын. Қарап шығыңыздар. Бұл жерде түп нұсқа заттар тұр. Шоқан Уәлихановтың өзі қолданған тұрмыстық заттары, шығармалары, ғылыми жұмыстары, естеліктері. Біз сіздерді Шоқан Уәлихановтың алтын емел мемлекеттік мемориалды музейінде қарсы алып отырмыз. Музей қазақтың аса көрнекті ғалымы, ағартушы демократ, этнограф, саяхатшы, Қазақстанның Орта Азия халықтарының тарихы мен мәдениетін зерттеуші, 19 ғасырдағы мәдениеттің жарқын өкілі Шоқан Шыңғысұлы Уәлихановқа арналады. Кейбір аймақтарда мынаны зейіндеген жермен қашаған ойнандай қол жермен жасайды. Шоқан Уәлихановтың музейінен шыққаннан кейін аяқ асты көкпар ойындарының куәсі болдық. Ернар палуан алып бара жатыр. Астындағы аты Саршаян. Арнас палуан қаяқта жүр. Россиядан сатып алған. Бірақ келе жатыр. Суретке түскенге дайын жылқылар екен. Күшті. I'm very happy. It's really beautiful to be in Kazakhstan, and it's really beautiful to be in the Kazakh steppe. And we just saw a kokpa game, like a real kokpa game. I've seen it before in the World Nomad Games, but this time, you know, really in the village, it was amazing. It was crazy. It was wild, very wild. So I'm really happy. I still feel the adrenaline from the horses running everywhere. So yes, I feel very happy. Қазақта Құдай қонақ деген бар. Білесіздер, білмейсіздер. Сол біз Алматыдан келіп тұрмыз. Осы ауыл аралап түнейтін жерде жүрміз. Осы бір ай бұрын біз экспедициямен неге барған? Осы кісі қай жақтарға барып еді? Қарасаз ауылына барып, сөйтіп түнеп қайтқан болатын. Осы жолы біз жеребе тастадық. И осы жақты тұстық, короче. Сөйтіп жүрміз ауыл аралап. Үлкен кісілер жоқ па? Ара осы жақын жерден. Жолдың бойында тұрмаса, майыз алда. Сол короче. Яқта кесенен білесіз бе? Жолбарысқа. Жоқ, біз бұл жақты білмейміз, өзіміз бірінші рет кетіп тұрмыз. Тоқаевтың ауылы? Тоқаев? Иә, білемін ғой, ол жағын білеміз. Мына жерде не бар, жанында не бар, ештеңе білмеймін. Жолбарыс Батыр би кесенесі бар ана жақта. Сояққа барып, сояқта мен өзім тұрамыз. Иә. Сояққа барып көрсеңіз, сұрап әкем сояқта. Әкеңіз сояқта. Сіз бізбен барып, біз машинаға отырып бірге барсаңыз. Әкем көрейін, әкем. Не Үштөбеге барам деп жатқан негізі? Иә. Үштөбеміз, осы Үштөбеміз бе? Жоқ, Кальпе. Кальпе ауыл. Үштөбе бар. Ну, негізі да. Сөйлесіп көріңіз, әкеңізге барып бір ауыз айтсақ. Қалдарыңызға аман есесіздер, саламатсыздар ма? Қалай жеттіңіздер?
Бәрекелді. Келді. Жа баламыздан да осылай деп жастар келе жатыр деп. Сөйтпей үйге шақыр дедім. Енді ауылды қонбай кетсеңіз ертең қандай ой пікірде боласыздар. Ой бұл ауыл кәдімгі қонақ жайлы емес екен деп тағы ойламасын деп. Сол келді қош үйге кіріңдер. Бісміллә. Осы Германиядан келген қонақтарымыз. Алматыдан өзім Алматыдан. Алматыдан, Астанадан, разный қаладан. Қазақтың ауылдарын көрсетіп. Бәрекелді. Жағана келдіңіздер ғой біздің ауыл жаққа. Алматыдан шықтық, Шоқан Уәлихан. Машалла. Бері қарай үштөбе жаққа. Жүрді, үйге қарай шешіңдер, үйге аяқ киімді. Келіңдер. Кел. Ауылдан қонақ үй таппай қалсыңдар, сіздің ой пікіріңіз қандай болып кетеді? Білмейміз ғой, бұл ауылдың қонақ жайлы жоқ деген дейді. Өздеріне бірге келген қонақтарға да ұят болып қалады түстерің өзі. Жалпы негізде ойлаймын, қай ауылға барсаңдар да мен сияқты күтіп алады. Мен сияқты нетіп алады. Бәлкім кейбірде болады бір басқа адамды жолықтырып қалуы мүмкін. Алла тағала мен баламды жолықтырып отырмын сіздерге. Аллаға шүкір. Ал рұқсат болса біз қазір отырып көңіл көтере беріңіз жарама. Алла разы болсын. Ахоу екай жире жалын теге. Қайырлы таң достар, дәл қазір сағат 8, мен ұйқымнан 7-де тұрдым. Кеше үштөбеге жетпей, осы ауылға тоқтаған едік. Бір қызығы, енді көп қызықты оқиғалар болды. Бір қызығы деп, бірнеше қызығы бар. Мақсұт ағай бізге сірне жасап беріп жатыр. Жомарт астына ағашы. Good smell. So first of all, I think it's a very unique concept and idea to bring a group together and not knowing where to go, where to stay, and which people to meet. And this sounds like adventure, but at the same time it's something that gives you a certain safety net because you are with the locals that take you there, and it makes an adventure maybe more accessible for anyone who's not so experienced with adventuring and going to a remote place, going to a village. For us it was super exciting because we didn't know what to expect. We didn't know where we will end up, where we will stay, who will we meet. And this is what we love about traveling, this uncertainty, this unknown around the next corner. And we strongly believe, and this is why we travel this way, that there are kind people waiting for us everywhere. And our experience in the village proved us right once again, that there are kind people waiting for us to invite us. And yeah, this is what happened. Саяхатымыз соңына таяп жатыр. Біз соңғы Қапшағайдан ұзақ аптадамыз және саяхат аяқталады. Сау бол.